Bir bölüm çıgaram, жақсылап тыңда деген. Жақсылап тыңда. Көбісі сұрайды бізден, ставкамен ақша тауып, машинаны бағын сонымен абатсың ба деп. Жоқ, өтте мүлдем қате. Даже біз біреуді реклама істесек те, біз де Жәкең де ставкамен ақша таппағанбыз. Дұрыс па? Еңбектену керек. Еңбектенсең берекесін беретін болса, осында дәреже жетесің. Иә. Содан да ставкамен тауып отқандар бар шығар, но ақша табам деп, ақшаларына айылып қалмаңдар. Жақсылап тыңда, ұнаса ертеңде осына бір нәрсе айтам. Машинамның любительдеріне Гена, ой, турная деп және де сіздердің сыйлықтарыңызды көрсетейін. Міне Синекит, мынау сіздердің сыйлықтарыңыз. Мен бұны әлі айдаған жоқпын. Ал Синекитті болса, айдамай жатырмын. Атының өзі айтып тұр, Синекит, нағаранда мына жер сынып қалды. Мына жер кетіп қалды. Мына жер ары бері. Және де мотоциклді үйренген жоқпын. Даже черный телевидті үйренген жоқпын. Бірақ көбісі осы черный телевидті сыйлаш, айдамайсың ғой дейді. Ойланып тұрмын. Мотоцикл или черный телевид? Қалай ойлайсыңдар? Бірақ обязательно үйренем. Ал кім бар үйрете алатын? Неге інененге? Өйткені іненендер вот армандар орындап, біреу сыйлап, біреу қуанады. Армандар орындалады. Мақсатың Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Иә, бармын. Но бәрі демей қойын, бірақ іздеп жатқан дерзкилар да бар. Сторис түсірдім, қаптың ғой бір күн сам. Ойбай, рас екен. Бүгінгі күнді дерзкиларға арнаймын. Айтылған сөз, атылған оқ. Не деп ат қоямыз? Таныс болыңдар. Менің гепард. Покорила меня, сука, твоя правда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Спортивный машина, биомы 3. Вот, короче, салоны қып-қызыл. Ей, жаным, қаладасың, ona сағат жотам. Айтпақшы, маған көп қарай берме. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards and the scammers. Қазір ана қайттан келатыр ана Гүлбанудың балалары. Келген кезде біреуінің бір ойыншығын алып көрші, осыдан бар ғой. Алмаймын. Ертең айтады, үйінде ойыншық жоқ па, ана үйіндегілер не қарап отыр, осыдан бір ойыншық әпермей дейді. Ойнамаймын. Қалай ойнамайсың? Бірге! Ренжит бұлар. Бұларды мен тудым ба, мені бұлар туды ма? Ойнадым қанша? Қайырлы күн деп. Жалғастырамыз ағас. Сен ренжі, бірақ тарсылдатпай жүрсе, тарсылдатпай қиратасың ғой. Критика алынған нәрсені. Осылар бұл ойламайды, аузындағын жырып соларға береміз. Бір ойыншыққа ола көтіп тырысып. Кешіксең сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің, абынарым. Берген, ана жұрттың қыздары шешелеріне арнап анашым шалқып күлсең деп ән айтып жатыр. Сен ән айта аласың ба өзі? Айтайын ба менге? Давай. Шет қалай? Шет жүрсем сағынарым. Өйтеміз, ортасынан басайықшы. Давай, баса. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Мама, өлең айтып қой. Ойна, ваннада шыққаннан кейін арттарыңыз светті өшіріп жүріңдер. Әкелерің светтің бастығы еді. Бастарын неғып ұмытпайсыңдар. Қыз, Берген. Қазірдің қыздары тыңдамайды, өзің барасың. Ей! Фериді өлгенше қосқан нес? Қосқан жоқпын, ана. Ама көп несін не? Гүлбану, ана біздің қыз соңғы күндер бір түрлі болып жүр. Переходный возраст па, анау көрпен аста кіреді, біреумен сөйлеседі 24 сағат. Ай, сол сен балаң сияқты сол. Екеуін бірдеңесін. Айназ Берген. Берген! Қош! Анау, Гүлбанудың баласы Ахонмен сөйлесіп жүрген сен ба? Жоқ. Жоқ. Шын айтам, ол жоғыма деп. Мама, не? Сөйлескен жоқпын. Ахон! Сөйлеспе!